Шыдау деген сөз бар. Біз оған көп жүгінеміз. Шыда, бәрі өткінші, уақыт емші дейміз. Бірақ мен бір нәрсені өте кеш түсіндім. Шыдамның да шегі бар. Сен көз жасыңа тұрмайды. Әйелге қол көтерген еркек емес. Сынақ адамға шыдау үшін берілмейді. Сынақ деген ол күресу керек. Қызым, саған қалай айтарымды білмей отырмын. Не болды, тыныштық па? Арқа жындыханадан шығыпты. Қайда мен Фета? Қайда? Қайдан білейін, қалай мен? Сенен басқа кім, а? Айша дегенде не үшін емежегіңіз езіліп қалды? Осы уақытқа дейін сіз емес пе мен соған айдап салып отырған ұр деп. Енді не болып қалды сізге? Ергел, қайда барасың сен? Қайда барасың? Жүр бол. Қаланың сыртында каналға лақтыр жүр ма? Ятсаң өнелете, сен не айттың сізге? Сен тұрып неге алмайсың, а? Айшаның күйеуі сені қай жерде екенін біледі. Сен естігесің. Айша мен ғой. Күйеуімін Айша. Осының бәріне сен кінәлісің. Бұма сен mi? Сен! Бәрі кінәлі сонда, сен кінәлісің ғой, я? Папа, мама несен болса екен, мамам табылды. Енді папа, мама несен үйге келсе екен, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.